Сәлем тыңдарман. Әңгімені естімес бұрын каналға тіркеліп, қазақша мәдениеттің дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Рахмет. Қазақ қауымы қашанда жас отбасыға жаңа туған жас сәби секілді аса мейіріммен қараған. Жас келінді алғаш босағадан аттаған сәтте қадағалап отырып, оң аяғымен аттатқан. Алдағы қадамың оң болсын дегені. Төрде отырған атасы мен апасының ең әуелгі сөзі Құдай тіл көзден сақта болған. Не пәленің де сол екеуінен келетінін жақсы білген. Қазақтар жаңа түскен келінге сұқтана қарамаған. Ондай-мұндай деп ешқашан сынамаған. Тіпті өмір бойы өз келіннің бетіне тіктеп, бажырайып қарамаған аса инабатты аталар да болған. Сондай ақсақалдың бірі ауылда той болып жатқан кезде алдына келіп, иіліп, сәлем берген жас келіншекке көп жаса, қай баласың депті. Сөйтсе ол түскеніне 1 жыл болған өз келіні екен дейді. Бұл әзіл болса да әдемі шындық. Бірақ келін мен ененің қатынасында бұдан көрі еркіндік көп. Ене жас келінді жаңа өмірге бейімдеу үшін, отбасылық істерге төселдіру үшін көп нәрсені үйрету қажет. Міне осы кезде ене келінін өзімсініп артықтау сөйлеуі, кейде жөні келгенде ұрсыңқырап та алуы әбден ықтимал. Ақылды келіндер енесінің осы сөздерін ешкімге де айтпаған, тіпті күйеуіне де сыр білдірмеген. Ал осы сынақтан да сүрінетін келіндер де аз емес. Енесінің мінезі мен сөзін келіні өзге біреуге бір ауыз айтса, содан өрт шыққан. Адамдардың арасының бұзылуын тілейтін, біреудің тәп-тәтті жүргенін көре алмайтын шайтан пиғылды пенделер келін мен ененің арасына осы жалғыз бір ауыз-ақ сөз арқылы от жаққан. Келін мен ененің кикілжіңі де жігіт пен келіншегінің арасында да салқындық әкелмей қоймайды. Әлбетте, жігіт өз анасын дұрысқа шығарады. Келіншегі өзін жақтамағаны үшін оған кінә артады. Бірақ пәленің бәрі келіннің сөзге ергенінен басталып тұр. Әсіресе пәлеқор екі жастың арасын аңдығыш келеді. Жас келін кездейсоқ бір еркекпен бірге тұрғанын көре қалса, оны жігітіне өңдеп, өршітіп жеткізуге асығады. Яки жас жігіт бір сәйкестікпен қыз келіншектермен ойнап күліп тұрғанын байқап қалса, осы әдеттегі нәрсені неше қобылтырып жас келіншегіне сыбырлай қоюға жанын салады. Ал мұсылмандық шариғат бойынша біреудің әйелі басқа еркекпен оңаша қалуға, сыртта сөйлесуге болмайды. Еркек те солай болуға тиіс. Өйткені ислам шариғаты отбасының татулығын басты мәселе деп көреді. Осыдан қызғаныш туады. Қызғаныштан хайуандық қылық шығады. Ол адамшылықты бұзады. Сүйікті пайғамбарымыз осының бәрін мынандай қасиетті бір хадиске сыйғызып айтып кеткен. Өсекшілдік дегеніміз адамдар арасындағы жақсы қарым-қатынасты бұзу мақсатымен біреуінің сөзін екіншісіне жеткізуге құмарлық. Сондықтан да мұсылманшылықты болмысына сіңірген қазақтар екі жасты сөз пәлесінен сақтандыруға барын салған. Олар сәбилі болып арасы бекілгенше анда-мұнда байсалт жүргізбеген. Келінді жыл толмай төркініне барғызбаған. Ауылдастарына да жалғыз жарым жібермеген. Келіннің көлделең сөзге құлақ салмауын үнемі ескерткен. Өзінің де аузына берік болуын әр кез есіне салып отырған. Жас келінді осылай имандылық жолмен тәрбиелеген. Осылайша мұсылман сипатты қазақтар жас отбасын ең алдымен сөз пәледен қорғай білген. Қазіргі таңда да сондай аталар мен енелер бар мекен? Пікірлеріңізді комментарийда жазып қалдырыңыздар. Күтемін. Достар, егер менің әңгімелерім ұнап жатса, лайк басып,
комментарий жазып, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Менімен бірге соңына дейін тыңдағаныңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Сырласайық ТВ.